27 қара сөз. Сократ хакімнің сөзі. Бір күні Сократ хакім бір Аристотим деген ғалым шәкіртіне Құдай табарака уа тағалаға құлшылық қылмақ турасында айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй, Аристотим, ешбір адам бар ма? Сенің білуіңше қылған өнерлі себепті адам таңырқауға лайықты, дейді. Ол айтты: толып жатыр, Қазірет, біріңнің атын аташы, дейді. Гомерге бейітшілігі себепті, Софокльге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік, Зевскийге суретшілігі себепті таңырқаймын деп соған ұқсаған неше онан басқа өнерлі әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықшы? Ғажайыптануға лайықты, жансыз ақылсыз, құр пішінді жасайтұғын суретші ме? Я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма, дейді. Соңғысы лайықты, дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты, өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп, істеген хикметімен болса, дейді. Жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп. Біріңнің пайдасы көрініп білініп тұрады. Кейбіреуінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысы хикмет көресің, деді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылған хикмет десек керек деймін, депті. Жә, олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамза Захри бергенде тахқиқ ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендегі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркіне қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзіктігінің керегені қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден ұшқынын қаға берсін болу үшін кірпік беріпті. Маңдай терінің көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән, ешбірінен ләззаттанып хабар алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеден не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысын ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді мұрынды ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенелік жері бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп істелгендігінде дәлел емес пе, депті. Сонда Аристотим тахқиқ ойлап тексергенде адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне һәм махаббатымен жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда, және не ойлайсың? Һәммә мәхлуқатты жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, уә һәммә мәхлуқаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақшылығын тілеп, иштихад қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары. Бұларының бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін. Солардың бәрін жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандағы һәм мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме? Ей Аристотим, қалайсы сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың? Адамның денесі өзің жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысында емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де, жан деген нәрсе келді де, соның соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді, келісті көрімдігіне һәм қандай лайықты жарастықта законымен жаратылып, оның ешбір бұзылмайтұғын көресің. Бұлардың бәріне
таңғажайып қаласың. Һәм ақылың жетпейді. Осылардың бәрі де кез келгендікпен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақыл менен болмаса, бұлайша бұл есебіне, өлшеуіне ой жетпей тұғын. Дүние әрбір әртүрлі керекке бола жаратылып, һәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пенденің ақылына өлшеу бермей тұғын мықты көркем законға қаратылып жаратылады дейді. Ол айтты: Тахих, бұл айтқаның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығынан іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығымна не қылып мұқтаж болды дейді. Ей Аристотель, қате айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сен оған қарыздар екендігіне де ұстаз керек пе деді. Аристотель айтыпты: ол менің қамымды жейтұғынан мен қайдан білем дейді. Жа олай болса, һәммә мақлұққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын, артын осы күнін үшеуін де тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын осы күннен де бұлдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денені қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты, һәм өзге хайуандарды қолданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сеніп жүр, бір өзіңдей хайуанды қолданарлық лайығы жоқ. Адам өзіне сенбесе, адамды хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша даркарлық, бір-біріне ғылым үйретерлік, шешендік, салахият ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шаһар жасап, құрал жасап, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үддесіне шығарлық қисына бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғажайыппен жасаған дүниеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғанына, хикметпенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығынан дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, хамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанында дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылыққа қылмақ қарыздар екені мағлұм болмай ма? Депті.